Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Үйлеріңізде лаваш пен және де фарш болатын болса, міндетті түрде осы тіске массаж жасап көріңіздер. Ол отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Кеттік бірге жасайық. Ең алдымен начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына осындай бір жуаны алып турап, уақыттап турап, осылай майға кішкене қуыратын боламыз. Және де осылай араластырып жақсылап кішкене қуырғаннан кейін, қызарғаннан кейін бір морков және де 200 граммдай, 100 граммдай фарш қоссаңыздар болады. Міне осы фаршты алып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Мен де морковты түйіркіден өткіздім. Осы барлығын жақсылап араластырып, дәміне қарай тұзын, бұрышын салатын боламыз. Міне бізде өте начинкамыз дайын болды. Ендігі кезекте лаваш дайындайтын боламыз. Мен лавашты өзім арнайы қолдан үйден жасап алдым. Немесе дүкеннің лавашын сатып алсаңыздар да болады. Осы лавашымызды алып, енді осы лаваштарды біз қазір начинкамыздың ішіне салып, әртүрлі формада үш-бұрышты етіп орап шығатын боламыз. Өзімізге ыңғайлы қалай керек. Міне менде начинкам дайын. Кішкене майлау болып кетті. Ендігі кезекте осы лавашымызды ортасынан бөлеміз. Осылай бөлгеннен кейін оның үстіне бір шетіне начинкамызды салып, дәл видеодағыдай орасаңыздар болады. Достар, менің YouTube каналымда өте оңай жасалатын, үй жағдайында жасалатын әртүрлі рецепттердің бөлісетін боламын. Қолжетімді жасап көрсеңіздер болады. Мен каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Мені көріп тұрғандарыңыздай, осылай мен барлығын істеп орап шықтым, дайындап алдын ала. Міне осылай дайындап алсаңыздар болады. Одан кейін міне осылай барлығын лаваштарды осылай барлығын жасап аламыз. Одан кейін біз осыны қазір жұмыртқаға малып, майға кішкентай семечко май құйып, майға қуырып алатын боламыз. Менде мұнда 2 жұмыртқа керек болады. Міне осы 2 жұмыртқаны жарып, кішкене татыма қарай тұз қосып жібердім. Қазір тұз қосып жібереміз де, одан кейін осыған манағы жасап қойған тіске басарымызды, хрустящимізді осының ішіне малып, екі жағын қуырып дайындап алатын боламыз. Міне көріп тұрғандар осылай қуырып аласыз, осылай көпіреді, себебі сыртында жұмыртқа болғандықтан осылай көпіреді. Достар, жасап көріңіздер, қазір ғана піскені, енді кішкене майлау болып кетті, но бірақ міндетті түрде отбасыңызға ұнайтын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздермен болған Сандыгүл аш болсын.